Мен алғашқы рет тиктокқа дәл осындай сөйлеп түскен видео салайын деп тұрмын. Менде бір сұрақ бар. Мен бір жолдасымен тұрмысқа шыққаннан бастап 100% жазылып жүрген хейтерлардың бір пікірі мені қатты бір күйдіреді. Негізі шынымен бұлдай пікірлерге мен тұрмысқа шығар кезде ойланып, осындай пікір келеді деп мен соны ойлап тұрмысқа шықтым негізі. Бірақ егер де оны көңіліме алсам, мен тұрмысқа шықпай қалатын едім ғой. Значит, маған ондай нәрсе әсер етпейді. Бірақ менде бір сұрақ бар. Хорошо, біз жаңадан үйленіп жатқан кезде жаздыңыздар, мен түсінемін. Айтылды ол дүние, бір бала босандым, айтылды, 2-3. Но енді 6 жыл болып жатыр бұйырса үйленгенімізге. Сіздер сондай пікірлер жазасыздар. Біз не істейік? Мені бар ірі денемді, бойымды шөгітіп, жаңағыдай бар денемді кесіп, операция жасайтайын ба? Менің жолдасымның Құдай жаратқан сондай бір, білмеймін, не істейік басқа? Вот сұрақ сіздерге. Неге қайта бір видео салсақ, мамасы мен баласы, Альмира өзінен кішкентай байға деп, жандарым-ау, самый главный байға тидім ғой. Мен чем тимей қалғаннан қарағанда тидім ғой, да? Біріншіден. Екіншіден, причем қандай жігітке тидім? Тұрмысқа шығар кезде 7 рет өлшеп, 1 рет кескен адаммын. Және Аллаға шүкір деп айтам, мен таңдаудан қателескен жоқпын. Және мен бұлын андай қылып айтып отқан жоқпын, просто сіздер түсініңіздер, әйелдің жауы әйел дегенді растамай қояйық өзара. Өйткені көп осындай пікірді жазатын әйел адамдар екен да, типа күйеуін қара, Альмира арықтамайсың ба деген сияқты. Менің бар бітімім осындай. Арықтама, өйткені мен қазақтың асыл тұқымды текті қызы болғаннан кейін мен осындай іріден ірі туылған жайым бар. Сол себепті жаңағыдай бітті кішкентай қыздар маған ондай пікірді жазып, ауыздарыңызды қорғылмаңыздар. Қанша жазсаңыздар да ол маған тимейді. Но сондай бір нашар пікір оқығым келмейді да, андай жақсы парочкалардың видеосының астынан. Солай деп түсініңіздер. Сұрақ, не істейік біз сондай пікірлер жазған кезде ажырасып кетейік па? Или жылайық па? Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, өзіңізде? Бәрі дұрыс па? Үйленіп жатсыз ба біздің ортаға? Иә, маған ұнап жатыр. Қазір Айдамен көп араласамыз. Айдамен көп араласасыз. Неге көп араласасыз Айдамен? Қарсы алып жатқан қатысушылар да бар, иә. Өзі, Айданың кішкене сіз сияқты қыздар тауып алатыны бар. Аруына бәрін бүйтіп. Сіз өмірде қанша сізде ара қатынас болды? Әлде болмады ма? Иә. Ара қатынас болған. Қанша ара қатынас болды? Бір. Романтик жігітті қалайсыз ба, әлде маңызды емес па? Енді қатты маңызды емес, бірақ болады кішкене романтик болсын. Кішкене де болса қажет, иә? Ну, керек. Ғали, жобадан көп адамдар шығып жатыр ғой енді. Сол сіздің қолыңызда болса, кімді шығаратын едіңіз жобадан? Білмеймін даже. Білмейсіз ба? Өзіңіз қауіпті аймаққа түскен адам ретінде не айтасыз? Қауіпті аймаққа түскен адам ретінде айтарым, дисциплинаны сақтап тәртіпке бағынған құл болмайды деген нәрсе. Ескеріп, және де эфирде айтылатын сөздеріңнің мән мағынасы болғаны, және де өзіңнің үйленем деген мақсатыңда біреудің пікіріне араласам деп. Нұржанның көңіл-күйі қалай екен? Жақсы бәрі. Үйленіп қалдыңыз ба біздің ортамызға? Кімдермен күшті араласып кеттіңіз? Әлимен жақсы араласып кеттім. Әлимен жақсы араласып кеттіңіз, а? Әлимен. Маған ең ұнамайтын Әли еді. Қазір наоборот, өзгеріп жатыр. Әлидің әзілдеріне күліп жүрсіз ба? Әрине. Әзілдей ала ма екен? Әзілді ұялады, бірақ эфирде емес. Эфирде әзілдей ала ма? Өмірде жақсырақ өтеді екен. Сосын не сұраймыз? Үміткеріңіз әлі келген жоқ?
жүрген жоқ иә. күтіп отырсыз үміткер. Қанша ағайындысыз сіз? 5 ағайынды үйдің ең кенжесімін ғой мен. Кенжесі. Қалған бауырларыңыз Бәрі отбасылы ма? тұрмыста, семьясы бар, ағамның отбасы бар. Ағаңыз бар. Бір ағам бар. Бөлек шығасыз. Бөлек білмеймін ол әлі үйленгеннен кейін белгілі болады ғой. Бөлек шығу. Димашқа ұқсайды сөйлеген, иә? Почему-то мен үшін қатты Димашқа. Димашқа. Димашқа ұқсап тұрсыз. Ақтөреге ұқсатқаны ше бір. Дауысы интонациясына дейін келеді. Сіз кімге ұқсатасыз? Заринаның көңіл күйі қалай екен? Зарина, бүгін сіздің таныстығыңызды жүріп кейін білеміз. Бүгін біздің жобадан біреу кету керек болып тұр. Сіз кімді кетсін дейсіз? Олардың ішінде Алмат бар, Аягөз бар, немесе Ақерке деп жатыр. Ақеркенің де енді тәртіп бұзғаны. Енді мен ойымша Алмат немесе Аягөз. Себебі оларға жаңа кешігу жағынан болып жатыр ғой. Мен де кешігемін арасында, бірақ енді бар 1-2 минут деген сияқты ғой. Қайтсын болады. Аягөзге легче сияқты. Мысалы, ол жобадан кетпейді ғой, ол үміткер болып келіп тұрады деймін да. Аягөздікі мысалы кішкене жеңілірек болатын сияқты шыққан. Басқаларға ауыр тиетін. Ал Ақеркенің ше, Ақеркеде бізді алдап жүрді ғой. Мен ойлаймын, махаббаттың тақырыбына келген кезде кешіру керек па?